Жұлдыз жорама. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 5 тамызға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Жұмыста белсенді бола отырып, сіз бағаланатын өте жақсы нәтижелерге қол жеткізе аласыз. Егер өз өміріңізді байланыстырғыңыз келетін адамды әлі кездестірмеген болсаңыз, бәрі жоғалып кеткен жоқ. Бұл күн сүйіспеншілік пен достыққа керемет жаңа тәжірибе әкеледі. Алайда адалдық бұл кезеңде сіздің басты қасиетіңіз бола алмайды. Жақын адаммен бұрыннан бар қарым-қатынас қатты сыналады. Пайда болған мәселелерден аулақ болуға тырыспаңыз. Жауапкершілік барлық мәселелерде көрсетілуі керек. Алайда қазір тым көп тәуекелге баратын уақыт емес. Үйіңізге, отбасыңызға, жақындарыңызға көбірек көңіл бөліңіз. Басқалармен есеп айырысудан аулақ болыңыз. Қаржылық істеріңізге мұқият болыңыз. Бұл ескі әдеттерден арылуға немесе жаңа нәрсені бастап көруге тамаша уақыт. Қарым-қатынас кезінде жақындық пен романстың ең жоғарғы әрі сәтті уақыты. Мақсатына қарай белсенді түрде жылжитындарға сәттілік серік болады. Жаңа әскери таныстықтар жасауға немесе ескі пайдалы байланыстар жасауға болады. Сізге келетін стандартты емес жаңа идеялардан қорықпаңыз және бастаманы жібермеңіз. Осы кезеңде жалғыздық туралы ұмытып кетуіңіз керек. Достарыңыздың ортасында көңілді және қызықты жерлерге баруға мүмкіндігіңізше жиі тырысыңыз. Енді сіз жаңа романтикалық махаббатты күте аласыз. Егер алдын ала дайын болмасаңыз, іскери және қаржылық шешімдерді қабылдамаңыз. Ескі достармен кездесулер сізді қуанта алады. Ыстық және өткір заттармен жұмыс істеу кезінде ерекше сақ болу керек. Сіз тауларды жылжыта аласыз. Көптеген жағдайлардан шығудың жолын таба аласыз. Бірақ шамадан тыс жұмыс жасамаңыз. Сізге қазір тыныштық пен жақсы ұйқы қажет. Махаббатқа қолайлы кезең. Егер сіз өзіңізге ұнайтын адаммен қарым-қатынас орнатқыңыз келсе, бастаманы өз қолыңызға алыңыз. Күн қарқынды жұмыста өтеді. Ақша немесе экономикалық мәселелерді шешуге көп көңіл бөлу керек. Махаббат істерінде әртүрлі қиындықтар туындауы мүмкін. Қарым-қатынасты сұрыптаудан аулақ болыңыз. Күнді мүмкіндігінше қажет емес әрекеттер аз болатындай етіп жоспарлаңыз. Бейбіт түрде туындаған кез келген сұрақтарды шешіңіз. Бірақ жаңа таныстар мен хоббилер үшін бұл уақыт өте қолайлы. Егер бұл күні сіз қызықты идея ұсына алмасаңыз немесе кейбір мәселелерге ерекше шешім ұсына алмасаңыз, ренжімеңіз. Бұл кезең күнделікті жұмыс үшін қолайлы. Сырттан келетін көмекке сенбеуіңіз керек. Өйткені нақты істерден гөрі уәде көп болады. Осы кезеңде ештеңе жоспарламауға тырысыңыз. Демалуға көбірек уақыт қалдырыңыз. Жауапты шешімдерді өз бетіңізше қабылдаудан қорықпаңыз. Бірақ пайдалы кеңестерді тыңдау зиян тигізбейді. Қазір денсаулық мәселесін шешуге қолайлы уақыт. Достарыңызбен және жақындарыңызбен кездесу пайдалы болады. 5 тамызға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорама.